Қайырлы күн, мейлінше оқырмандар. Қазақтар әрқашанда бай болсын. Үйіңізден ақша үзілмесін десеңіз тақырыбында бүгін видео түсіргелі отырмын. Сол үшін де алдымен видеоға лайк басып, тіркелмеген болсаңыз тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрбіріміздің жеке үйіміз бар. Сондықтан да үйге ақшаны тарту үшін осы техниканы жасаңыздар. Ең алдымен үйдің тазалығына мән беріңіз. Ескі заттардан, 1-2 жыл киілмеген киімдерден тазалап отыру керек. Үй, ас үй және әжетхана әрдайым шаң тозаңнан таза болғаны жөн. Тазалық бар жерде береке бар демекші. Барлық жер таза болса, ескі киімдерді тастасақ, оның орнына жаңа киім келеді деген ырыммен солай жасаңыздар. Үйде дастархан басында ұрыс шығармау керек. Ол өйткені 40 күндік берекені алады. Түнде үстел үстіне пышақ, бос ыдыс, әмиян, кілт қалдыруға болмайды. Ендеше біз бүгін жасайтын техникамызды бөлісе өтейін. Сіздерге керемет техника ұсынғалы отырмын. Үйіңізден ақша арылмасын десеңіз, ас бөлмеде шкафтың ішінде бош шайдың қорапшасы болуы керек. Темір қорапша болса тіптен жақсы. Дүкендерге темір қорапшада шай сатылымда бар. Шайдың барлығын алып тастайсыз. Яғни шай салынған заварка деп айтамыз. Шай салынған қораптың сыртын осы техникада пайдаланатын боламыз. Оның ішіне бір уыс күріш салып қойыңыз. Немесе фасол, немесе кофенің дәнін саласыз. Соның ішінде үнемі кем дегенде 5 тиын жатуы керек. Яғни 5 теңге, 50 теңге, 500 теңге. Өйткені бізде 5 саны ақша шақыруға, зат сатуға өте мықты сан. Сондықтан да 5 санын жиірек пайдалансаңыздар, заттарыңызда тез өтетін болады. Осы ақпараттар сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Яғни бұл қорапшаға күнделікті 5 теңге, 50 теңге немесе 500 теңгелік тиындарды үйге ақша түскенде міндетті түрде сол қорапшаға ақша, тиын салып отырасыз. Бұл техника үйде ақша үзілмес үшін жасалады. Түрік сериалдарынан көрген болсаңыздар, олар ас үйінде ақшаны сақтайды. Қарап көрсеңіздер, шынымен ас бөлмеден шыққан, жинаған ақшасын алып шығады. Сұрақтарыңыз болса, төменге комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Парақшаға тіркеліп, және де осы техниканы жасауға кеңес беремін. Баршаңызға Алланың нұры жаусын. Төменге бай қуатты өмір сүруге лайықтымын. Мен ең жақсына лайықтымын деп жазып қалдырыңыз. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше, сіздерге қандай тақырыптар қызық, оны да төменге жаза кетіңіздер.